кеш жарық достар, біреу айтып қойды, ресторанға кешігіп келетінді туралы айтыңызшы дейді. 6-да шақырған тойға 8:30, 9-сіз бет ашқан жоқпыз, күтіп тұрдық адамдарды дейді. Соны қалай тоқтатамыз дейді. Адам өзінен ғой, Құдай-ау, мен сендерге түсінбеймін. Тойға баратын адам ертерек дайындалып, 6-ға шақырды, хотя 7-де барып тұрайын деген ой жоқ қой. Адамдар өздерінен ғой бәрі. Өздерінің уақыттарын өздерің алып жатсыңдар ғой, жасыратын жоқ. Ойба, керіліп бір жағы. Ырғалып, бүйтіп жүресіңдер ғой, асықпай макияжға барып, прическаге барып, көйлегіңді дұрыстап, ырғалып, жырғалып жүргенде 8:30-да барасыңдар ғой. Соның ішінде еркектер тез барады, әйелдер мында құртатын. Құртатын әйелдер, еркектер ерте барып отырады. Үлкен адамдар сірә сағат 6-та барып отырады. Сонда өз уақытымызды өзіміз алып тұрмыз ғой. Оған ренжеудің қажеті жоқ. Тойға ертерек барайын деген, ертерек бәрін істейін деген не жоқ қой, ниет жоқ қой, ниет. 9-да басталады. Мен білем деп қояды ғой еще. Өлтіресің сендер. 9-да басталады, мен білем ғой. 8:30-да барсақ жарайды деп. Құдай. Осыны тоқтата аламыз ба, достар?